Саламатсыздар ма? Біз Атырау облысы Құлсары қаласы 16-ші мектеп талабы Жасықбаев атындағы жалпы орта білім беретін мектептің атынан келіп тұрмыз. Болатқызы Сабина Алибекова ақжайна Сайлауова Сема мектептің 8-9 сынып оқушылары. Бүгін біз мамандық әлемін ашамыз аты форумға жас мобилограф қатысушы сіздермен бірге. Сіздермен тәжірибелі дәрігер Елеуретова Светлана. Сізбен сұхбаттасуға қуаныштымын. Жалпы осы дәрігер мамандығын қалай таңдадыңыз? Сізбен де танысқаныма қуаныштымын. Өзім жас балдармен, әсіресе бүлдіршіндермен жұмыс жасағанды жақсы көргендіктен мектеп бітіріп бала дәрігері, педиатр мамандығын таңдаған болатынмын. Жалпы дәрігердің маңызды мақсаттары қандай? Дәрігердің маңызды мақсаты сол өзіміздің аймаққа бекітілген халықтың баласы, үлкен кісісі, солардың денсаулығына қарап, олардың алдын алу, профилактикалық жұмыстар жүргізу, анықталған ауруына байланысты дұрыс ем тағайындау. Сізге осы мамандық ұнайды ма? Әрине, бұл мамандық ұнайды, себебі бала кезімнен армандаған мамандығым. Больница – это важное место, где лечат людей. Если ты заболел, врач внимательно осмотрит тебя, послушает сердце, посмотрит горло и скажет, как быстро выздороветь. Иногда могут сделать укол или дать таблетку. Это все помогает стать сильным и здоровым. В больнице работают добрые врачи, которые заботятся о детях и взрослых. Если кто-то сильно заболел, он может остаться в больнице, чтобы за ним ухаживали. Здесь всегда чисто и тихо, потому что это место для отдыха и лечения. Больница помогает людям чувствовать себя лучше.